Біз омыртқалы жануарлардың қалай қозғалатын туралы сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазір біз қос мекенділердің қозғалысын өтеміз. Қос мекенділер бұлар құрлықта тіршілік ететін, соған бейімделген алғашқы омыртқалы жануар. Осыған байланысты көптеген түрлерінде екі жұп аяқтары болады. Алдыңғы және артқы аяқтары. Олардың артқы аяқтары ұзын, сондықтан олар секіре алады. Тіршілігі сумен байланысты түрлерінің аяқтарының артқы жұбындағы саусақтарының арасында терілі жүзбе жарғақ болады. Осы арқылы олар жүзуге көмектеседі. Алдыңғы аяқтары үш бөлімді. Алдыңғы аяқта болатын қар, білек, алақан. Ал артқы аяқта сан, сирақ, табан болады. Алақанда 4 саусақ, ал табанында 5 саусақ болады. Алдыңғы аяқ тоқпан жіліктен, кәрі жіліктен, алақан және саусақ сүйектерінен тұрады. Ал артқы аяқтарында ортан жілік, асықты жілік, табан сүйектері болады. Бұлар өзара буын арқылы, омыртқа жотасы мен екі белдеу арқылы байланысады. Иық белдеуі бұғанадан, қарға сүйектен, жауырыннан түзіледі. Жамбас белдеу өзара бітісіп кеткен, бір шеті омыртқа жотасымен, ал екінші жағы ортан жілікпен байланысады.